қазіргі кезеңдегі бір өзің үшін ғана өмір сүр, бірінші орынға өзіңді қой деген тенденцияның жақтаушыларына еш ұнамайтын бір әңгіме айтып берейін. Менің атам Әбдіғаппардың, менің стористарымнан көріп те жүрген шығарсыздар, кемпірі Ұлтай деген әжеміз өмірден өткен. Яғни менің әкем Әбдірдің анасы ғой, былайша айтқан кезде. Оқиға 70-ші жылдардың бір бел ортасында болса керек, ел жатып қалған кез екен. Үй тұрып, дарбаза қағылып, машинаның гүрілі естілді. Апамыз барып сөйлесіп келеді. Атамыз бір жаққа сапарлап кеткен кез екен. Апамыздың, жаңағы әжеміздің әкесі Орал ақсақал қайтыс болыпты. Сондағы әжеміздің бар айтқаны мыналардың бір балалардың әкесіне бірдеңке болып қалды ма екен деп қорқып едім болыпты ғой. Бұл не деймді, енді қазіргі кезбен қарап көрсеңіз, бір былай қарасаңыз бір тас жүректік секілді, әкеңнің өмірден өтуі бір оңай қайғы емес, бір қуанышты да бір жаңалық емес. Бірақ әжемізге әкесінен айырылу қайғысынан көрі күйеуінің амандығы абзал болып тұр екен ғой. Түбегейлі осы отанға сіңіп кету, бәрінен күйеуін биік қою, ең жақыны бір некелескен жары, жолдасы болып кету деген бір осы шығар деп ойлаймын да. Былай қарасаңыздар, менің әжеміздің, апамыздың бір аты бір атырапқа танылған бір әйгілі адам емес. Көшеде бір көріп қалған болсаңыздар, енді ол кісіге Алла рахмет етсін, бір көп кемпірдің бір ретінде бір елемей өтіп кетулеріңізде әбден мүмкін еді. Бірақ арада 50 жыл өткен кезде бұны сіздерге үлгі еткізіп ұсынтып тұрған меніңше бір нәрсе бар. Ол не десеңіздер, төркінінен күйеуі екеуінің түтінін артық санауы, неке аманатына адалдығы. Былайша айтқан кезде ата дінімізде айтылған, егер адамға сәжде жасауға рұқсат болған болса еді, әйелін күйеуіне сәжде жасатар едім деген өсиетті өмірде, практикада қолданған бір аналарымыз ғой. Баршаңызға бір артынан өнеге қалатын ата, әже болып қартаюды Алла өзі нәсіп етсін.